Халық қайырымдылық қоры ұсынады. Іштен жану қозғалтқышы бар автомобильдер немесе электромобильдер. Қайсысы жақсы? Электромобильдер 1900 жылы алғаш рет өмірге қадам басты. Бірақ аккумуляторлық батареялардың тиімділігі жағынан басым түсетін жаңа технологиялармен толықтырылған бензинді қозғалтқышпен жасақталған автомобильдер өндірісінің күрт өсуі 1920 жылы электромобильдер саласын толығымен құрдымға жіберді. Бірақ аккумуляторлық батареялардың технологиясындағы және күшті тоқтардың электроникасындағы соңғы жаңалықтар оның қайта қарқынды жаңғыруын қамтамасыз етті. Қайсысының жақсырақ екенін түсіну үшін осы толығымен қарама-қайшы технологияларды ғылыми тұрғыдан салыстырып көрейік. Іштен жану қозғалтқышы немесе іштен жану қозғалтқышы бензинді автомобильдің негізгі қозғаушы күші болып табылады. Қозғалтқышқа берілетін отын поршендерді қозғалтуға қажетті қысым мен температураны түзей отырып жанады. Поршеннің тік сызықты қозғалысы қисық тиекті бұлғақты механизмнің көмегімен айналу қозғалысына ауысады. Беріліс қорабы осы айналудың жетекті доңғалақтарға беру үшін қолданылады. Электромобильде қуат көзі болып аккумуляторлық батареялар блогы табылады. Инвертор аккумулятордың тұрақты тоғын 3 фазалық ауыспалы тоққа айналдырады. 3 фазалы ауыспалы тоқ асинхронды қозғалтқышқа беріліп, ол жетекті доңғалақтарды айналдырады. Енді осы технологияны тікелей салыстырып көрейік. Іштен жану қозғалтқышы энергиямен шығатын қуат өндіруді ешқашан біркелкі орындамайды. Қайтармалы ілгермелі қозғалыс механикалық теңдестіру мәселелерін тудырады. Сондай-ақ қозғалтқыш өздігінен іске қосылмайды. Барлық кемшіліктерді жою үшін түрлі құрылғылар қолданылады. Олар іштен жану қозғалтқышының салмағын анағұрлым арттырады. Электр қозғалтқышында бұндай мәселелер туындамайды. Асинхронды электр қозғалтқыштар статор тудыратын айналып тұратын магнитті өрістің есебінен жұмыс істейді. Берілетін ауыспалы тоқтың жиілігін өзгерту арқылы қозғалтқыштың айналу жылдамдығын бақылау өте оңай. Бұл бір қалыпты қуат пен айналу жылдамдығын беріп отыруға жағдай жасап, сонымен қатар өздігінен іске қосылуды мүмкін етеді. Сондықтан асинхронды электр қозғалтқыш іштен жану қозғалтқышынан анағұрлым жеңілірек және сонымен бірге көбірек қуат пен бұрау кезін өндіреді. Іштен жану қозғалтқышы мен асинхронды қозғалтқыштың суытуды талап ететінін атап өту қажет. Екі қозғалтқыш та температураны белгілі бір шекте ұстап тұру үшін өндірілетін жылуды беріп отыруы тиіс. Бірақ асинхронды қозғалтқыштың іштен жану қозғалтқышымен салыстырғанда анағұрлым аз жылу жасап шығаратынын атап өту керек. Іштен жану қозғалтқышының басты артықшылығы оған жанармай құю өте жеңіл. Бензинді автомобильге 5 минутқа жетер-жетпес уақыт ішінде жанармай құюға болады. Ал электромобильді қуаттауға қазіргі уақытта кемінде 1 сағат кетеді. Бензинді автомобильдің электромобильдің алдындағы тағы бір маңызды артықшылығы оның жоғары энергия сыйымдылығында. Заманауи ионды литийлі аккумуляторлық батареяның энергия сыйымдылығын бензинмен салыстыруға келмейді. Екі автомобильде салыстыруға келетін жылдамдық ауқымын қамтамасыз етеді. Олардың мөлшері мен аккумуляторлардың салмағын салыстыруға болады. Электромобильдердегі аккумуляторлық батареялардың энергия сыйымдылығының төмен болуы айтарлықтай артық салмақтың қосылуына алып келеді. Автомобильдердің үлкен салмағы жол мен шинаның арасындағы үйкелу коэффициентін төмендетіп, бұрылуды қиындатады. Аккумуляторлық блок көп көлемде жылу бөлінетін болғандықтан кейбір қиындықтар тудырады. Егер аккумуляторлық блокты бөлетін болсақ, оның өзіңіз күнделікті қолданатын әдеттегі көптеген ионды литийлі батареялардан тұратынын көреміз. Аккумуляторлық батареялардың температурасын әдеттегі деңгейде ұстап тұру үшін тұрақты түрде сұйықтық арқылы суытып отыру қажет. Осының арқасында жылу радиатор арқылы атмосфераға шығады. Бензинді қозғалтқыштағы аккумулятор ешқандай суыту механизмдерін талап етпейді. Бірақ электромобильдегі аккумуляторлық блоктың да өз артықшылықтары бар. Ауыр аккумуляторлық блок жерге жақын орналасқандықтан ол ауырлық орталығын төмендетіп, автомобильдің орнықтылығын зорайтады, ал бұл оның қауіпсіздігін арттырады. Үлкен аккумуляторлық блок жерге беттесе орналаса отырып, бүйірлік соққы кезінде құрылымдық қаттылықты қамтамасыз етеді. Іштен жану қозғалтқышы үшін пайдаланылған газдардың құрамындағы ластандырғыш заттардың деңгейін және рұқсат етілетін норма шегіне дейін шуыл деңгейін төмендетуге қажетті пайдаланылған газдарды тазартатын күрделі жабдықтың қажеттілігі оның тағы да бір көзге түсерлік ерекшелігі болып табылады. Енді осы екі технологиядағы қуаттың берілу тиімділігін салыстырып көрейік. Бұл жерде электромобиль анық жеңімпаз болып табылады. Іштен жану қозғалтқыштары белгілі жылдамдық ауқымында ғана жұмыс істей алады.
Сондықтан автомобильдің жылдамдығын басқару үшін күрделі және қымбат бағалы трансмиссия механизмін қосу керек. Электр қозғалтқыш керісінше жылдамдықтардың кең диапазонында жұмыс істей алады. Яғни электромобильде жылдамдықты тікелей электр қозғалтқыш арқылы реттеуге болады. Сондықтан электромобиль үшін көп сатылы беріліс қорабы қажет емес. Индукциялы электр қозғалтқыштағы жылдамдықты инвертор қарапайым кернеу жиілігін өзгерту арқылы дәл бақылай алады. Инвертордың электронды сұлбасының бағдарламалық жасақтамасындағы соңғы 10 жылда жасалған жақсартулар электромобильдерді жаңғыртуда негізгі рөл атқарады. Электромобильдер тап старт алдында жоғары бұрау моментін тудыра алады, ал іштен жану қозғалтқышы айналудың төмен жылдамдығына төтеп беруі тиіс. Сондықтан автомобиль о бастан оңтайлы бұрау диапазонында жұмыс істеу үшін электр қозғалтқышы қажет. Сондай-ақ электр қозғалтқыштың бұрау моменті мен қуаты лезде өзгере алады, ал іштен жану қозғалтқыштарының реакция деңгейі төмен. Бұл электромобильде тарту күшін бақылаудың анағұрлым жақсырақ қамтамасыз етілуіне жетелейді. Электромобильдерге рекуперативті тежеудің артықшылықтары тән. Сол асинхронды қозғалтқыш генератор ретінде де жұмыс істейді. Бензинді қозғалтқышқа рекуперативті тежеу үшін тұрақты тоқтың қылшақсыз синхронды электр қозғалтқышы мен аккумуляторды бөлік орнату керек. Видеоны қарап бітірмес бұрын басты мәселені шешіп алайық. Қай автомобиль анағұрлым тиімді? Электромобиль әдеттегі бензинді автомобильден әлдеқайда қымбат тұрады. Бірақ толық сипаттама алу үшін 1 миль жолға кететін шығынды салыстырып көру керек. ақш-тағы отын мен электр қуатының ағымдағы бағалары негізінде жасалған есептеулер электромобильдердің бензинді автомобильдерден 3-тен 1 бөліктен аса арзанырақ түсетінін көрсетті. Оған қоса электромобильдерге техникалық қызмет көрсету шығындары да іштен жану қозғалтқыштарының шығыны мен салыстырғанда төмен. Бәлкім, өзіңіз білетіндей электромобильдер іштен жану қозғалтқыштары бар автомобильдерден әлдеқайда қауіпсіз. Іштен жану қозғалтқыштарының технологиялық артықшылықтары сарқылуға жақындап, ал электромобильдер технологиясы қарқынды дамып келе жатқандықтан, электромобильдер болашақта іштен жану қозғалтқышы бар автомобильдерді толығымен ығыстырып шығарады деп жорамалдауға болады. Назар қойып қарағаныңыз үшін рахмет.